Бисмиллах деп бүгін сіздермен осындай әп-әдемі панкейктердің рецептісімен бөлісемін қыздар. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Осындай арасы пышный әрі өте дәмді болып шығады. Бала-шағаңыз сүйсініп жеп алады. Және екі беті де осылай бірдей болып пісіп шығады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Панкейк пісіру үшін. Одан соң үстінен қантты саламыз. Екеуі көпіргенше, ағарғанша жақсылап миксерлейміз 3-4 минуттай. Осылай өзінің массасынан 2 есе ұлғаюы қажет. Ал енді үстінен жылы сүтті құямыз. Тағы да бір миксерлеп жібереміз. Ұнды саламыз. Ұнды салып болған соң шамалы араластырып жіберіңіздер, содан соң миксерлеңіздер. Себебі ұн шашырап, мазаларыңызды алуы мүмкін. Міне осылай. Ал енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Тағы да миксерлейміз. Және қопсытқыш, яғни 1 шай қасық разрыхителіміз салып, тағы да бір миксерлеп жібереміз. Сонымен біздің панкейкіміздің қамыры дайын қыздар. Қыздар, егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет бір жасағандан шығатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін тіркеліп алыңыздар. Қызып тұрған табада өте баяу отта екі жағын қызартып пісіріп аламыз қыздар. Панкейктің беті шамалы тесіле бастаған кезде, тесік-тесік болып көріне бастаған кезде, уже екінші беті пісті деген сөз. Сол кезде аударамыз. Бірінші бетіне қарағанда, мынау аударған бетіміз тез піседі қыздар, сондықтан мұқият бақылап қарап тұрыңыздар. Оттарыңыз орташа баяулау болған дұрыс. Сол кезде панкейктердің іші толық пісіп, осындай әп-әдемі болып шығады қыздар. Міне достар, панкейктер дайын. Назарларыңызға рахмет.